Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Арай. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін таңғы асқа, ПП перекусқа сәбізден ПП кекс жасаймыз. Ең алдымен сәбізді үкіштен өткізіп аламыз. Үстіне бір жұмыртқа, сүт қосып араластырамыз. Үш грамм қант алмастырғыш, күріш ұнын, қопсытқыш, корица қосып араластырамыз. Менде арнайы микроволновкаға арналған форма, жабыспас үшін сары май жағып қойдым. Сұйық массаны формаға құйып, микроволновкада 3 немесе 4 минут пісіреміз. Менде 3 кішкентай корж шықты. Салмасына бананды майда бөліктерге турап аламыз, немесе басқа да жеміс-жидектерді қолдансаңыз болады. Енді крем дайындаймыз. Жұмсақ сүзбеге 2 грамм қант алмастырғыш қосып, жақсылап араластырамыз. Видеодағыдай кекс жинаймыз. Корж крем банан, корж крем банан. Ең үстіңгі бетін бананмен және кокос ұнтағымен әсемдедім. Достар, ПП рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Біздің ПП сәбізді кекс дайын, өте тойымды, дәмді болып шықты. Ең бастысы пайдалы, фигураңызға зиян келтірмейді. Астарыңыз дәмді болсын.